Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен приганице черногориялық бауырсақ пісіру рецептімен бөлісемін. Жүз миллилитр жылы судың үстіне 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық ашытқы салып, араластырамыз. «500 грамм ұнның үстіне дайындаған ашытқымызды 150 мл жылы суды және 50 мл майда құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бір жарым сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырды кішкентай 3 бөлікке бөліп, жаямыз. Өз қалауымызға сәйкес формада кесіп дайындаймыз. Бауырсақтарды қызып тұрған отта пісіреміз. Приганице дайын, балмен немесе сүзбемен дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.